Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Бүгін бізге математикалық агрегатта мұғалімдер үшін келген, математикалық агрегат олимпиадасынан келген 4-ші дәрежелі теңдеуді шығаруды көрсетейін деп отырмын. Бұны екі түрлі әдіспен шығарайын деп отырмын. Бірінші әдісті Феррари әдісіге ұқсас әдіс. Яғни мына екі өрнек және 3 дегенді пайдалансақ, яғни x квадрат минус түбірасы 3-тің квадраты, я. Сосын мына x пен минус түбірасында 3-ті жазайын, я. Енді бізге бұл нәрсені мына түрге келтіру керек. А квадрат минус b квадрат формуласына келтірейін. А квадрат минус b квадрат формуласына келтіруім керек. Екі көбейткішке сол үшін маған 1 мен квадрат қоюға тура келді бұл жерде. Ендігі мәселе көбейткішке жіктесек, мына көбейткіш 0-ге тең деп айтсақ болады, және мына көбейткішімізді 0-ге теңестіріп айтуға болады. Бірінші жағдайда бірінші көбейткіш 0-ге тең, және екінші көбейткіш екінші жағдайда 0-ге тең. Бірінші көбейткішті зерттеген кезде бізде мынандай түрлендіруді пайдаланайық. Яғни мына тұрғанды теңдіктің оң жағына тастасам, x квадрат минус түбірасында 3 тең түбірасында 3 минус x, я. Бұл жерде y тең деп алайын. Y-іміз тең болады осыған, және мынаған тең болады, я. Енді бұл жерде y-іміз тең түбірасында 3, яғни егер y-ті квадрат дейтін болсақ, квадрат түбір қысқарады. Y квадрат түбірасында 3 минус x-ке тең болады. Бұл жерден x тауып алатын болсам, x-іміз мына өрнекке тең болады. Енді бізде мынандай нәрселер болды. Біз басында x квадрат минус түбірасында 3-ті y деп алғанбыз. Және x дегеніміз түбірасында 3 минус y квадратқа. Егер осы екі теңдеулер жүйесінде екі тең қосатын болсақ, бізде мынандай нәтиже болады. Минус түбірасында 3 пен плюс түбірасында 3 жойылып кетеді. X квадрат минус y квадрат болады. Теңдіктің оң жағы x және y-ті қосындысы болады. Енді бұл жерде білеміз, мына көбейткішке жіктеуге болады. Мына x плюс y және x минус y деп x плюс y-ті жақша сыртына шығаратын болсақ, бізде осындай теңдеу пайда болады. Содан кейін мына бірінші теңдеуді 0-ге теңестірейік. Сосын бірінші өрнекті 0-ге теңестірейік, және екінші өрнекті 0-ге теңестірейік. Бірінші жағдайда x плюс y-іміз тең 0, y-іміз тең минус x-ке тең болады. Екінші жағдайында x минус y минус 1-іміз 0-ге тең. Бұл жерде x минус 1-іміз y-ге тең, y-ті оң жаққа лақтырсақ. Ендігі мәселе осы жағдайды қарастырып берейін. Бірінші жағдайда y-іміз минус x-ке тең. Басында біз осы өрнекті алғанбыз. Y-дің орнына минус x-ті қоятын болсам, және бұл жердің минус x-ті теңдіктің сол жағына плюс қып өткізетін болсам, квадрат теңдеу дискриминантын есепке салайын. Дискриминантымыз 1-дің квадраты минус осылай шығады, уақыт кеткізбей. Сосын x1 мен 2-ні табатын болсақ, дискриминант кәдімгі қарапайым квадрат теңдеу. Енді екінші жағдайды қарастырайық. Екінші жағдайда x минус y минус 1-іміз 0-ге тең деп алдық. Бұл жерден x минус 1-іміз плюс y тең болады, және y мына нәрсені ескерсек, y-дің орнына мен жаза аламын. X минус 1-ді жаза аламын. Яғни x квадрат минус түбірасында 3 тең x минус 1 деп. Енді x-ті кері таңбамен теңдіктің бір жағына жинастырайық. Және кәдімгі квадрат теңдеу болады. Квадрат теңдеуді орындайық. Бұл жерде a-мыз 1-ге тең, v-мыз минус 1-ге тең, және s деген бос мүшеміз 1 минус түбірасында 3-ге тең. Бұл жердің дискриминантты есептесек, бұл 0-ден үлкен сан шығады. Яғни түбірлері бар.
түбірлері бар болса, x3 пен x4-ті табайық. x3 пен x4-іміз болады. Яғни, осы мәнді қабылдайды. Дискриминантты уақыт кетпейік, оны шығара аламыз деген ойдан. Енді екінші әдісті пайдаланайын, екінші тәсіл. Дәл осы есепті екінші тәсілмен шығарып көрсетейін. Ендігі мәселе, бұл жерде біз түбір астында 3 дегенді a деген санға теңестіріп аламыз. A дегеніміз түбір астында 3-ке тең. A квадратымыз 3-ке тең. Мұнамыз A квадратқа тең болып тұр. Енді параметрлік теңдеудің қасиетін пайдаланған бұл жерде. Яғни x-ің 4-ші дәрежесі минус 2, x түбір асты 3-дің орнына a-ны қойып жазып отырмын. Ендігі мәселе, бұл жердің бұл теңдеуді шамалы түрлендірейін. a-ны a квадратты бірінші жазам, және мұнаны осы теңдеуді орындайық. X бұл жерді бос мүше сияқты. Ендігі мәселе, a мен a-ны 2a тұр, a-ны жақша сыртына шығарсам, осындай мәнге түрленеді. Осындай теңдеуге түрленеді. Бұл жерде дискриминант есептейік. Дискриминантымыз бізде болады. Дискриминантымыз мұнамыз v-мыз, v квадратымыз болады. V квадратымыз тұр. Формулада 4-іміз тұр. Және мұнамыз бос мүшеміз тұр. Коэффициентке тең. Енді мұнаның квадратын ашатын болсақ, 2x квадрат плюс 1-дің квадратын ашатын болсақ, мұнау. Және минус 4, x-дің 4-ші дәрежесі плюс x-ті ашатын болсақ, мұнау. Енді бұл жерде жойылып кететіндер 4 көбейткен x-дің 4-ші дәрежесі. Сонда бізде қалатындар 4x квадрат минус 4x плюс 1 қалады. Бұл дегеніміз қысқа көбейту формуласын білетін болсақ, 2x минус 1-дің квадраты. Енді a1-ді тапсақ, a1 мен a2-ның қосындысын бұлай жазуға болады. Мына жерде квадрат тұр, квадратпен түбір жойылатын болса, бізде a1-іміз шығады. Яғни қосқан кезінде минус 1 мен плюс 1 жойылып кетті. 2x квадрат плюс 2x барлығын 2 бөлсек, x квадрат плюс x шығады. Енді a2-ні табайық. a2-міз минус деп есептейтін болсақ, 2x квадрат минус 2x минусымыз плюс 2-ні береді. Сонда барлығын 2-ге бөлетін болсақ, x квадрат минус x плюс 1 болады. Енді бізде қарайық. Бізде a тең түбір астында 3 деп алғанымыз. a-мыз бізде не болып тұр? X квадрат, бірінші жағдайда x квадрат плюс x-ке тең болып тұр. Сонда x квадрат плюс x тең түбір астында 3 болып тұр. Және екінші жағдайда x квадрат минус x плюс 1-іміз тең түбір астында 3 болып тұр. Осы екі теңдеуді шығарып, осы екі квадрат теңдеуді шығарайық. Бірінші квадрат теңдеуіміз дискриминантты есептегенде дәл осындай шешім шығады. Бағана көрсеткен сияқты. Енді екінші теңдеуді есептесек, бұл жерде дискриминантты есептейміз. Ол дискриминантымыз нөлден үлкен, мына тұрған өрнек. Содан екінші жағдайымызда осындай 4 шешімді ала аламыз. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтар болса комментарийда қалдырыңыздар. Лайк басып, қолдау көрсетіңіздер.